Сәлеметсіздер ме? Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Үржар колледж коммуналдық мемлекеттік мекемесінің физика пәнінің оқытушысы Шеннер Мадина Ивановна. Тәрбие сағаты. Тәрбие сағатының тақырыбы Әл-Фараби мұрасы және қазіргі заман. Тәрбие сағатының мақсаты білімділік. Студенттерге Аристотельден кейінгі екінші ұстаз Әл-Фараби өмірі, еңбек жолы туралы түсінік беріп, ғұламаның жан-жақты ерекше тұлға болғандығын анықтау мақсатында ізденіс жүргізу. Дамытушылық, шығармашылықтан үзінді келтіре отырып, мән мағынасын ашуға, негізгі ойды өз сөздерімен жеткізе білуге жетелеу. Тәрбиелілік, студенттердің бойынан туған жерге, еліне деген сүйіспеншілікті оятып, достық пен сыйласымдылық сезімдерін қадірлей білуге баулу. Абу Насыр Әл-Фарабидің туған жері. Абу Насыр Әл-Фараби 870 жылдары Отырар қаласында дүниеге келген. Ұлы ғалым, ойшыл, философ, математик, астролог, музыка теоретигі, әскербасының отбасында дүниеге келген. Оқу жолы: Отырар медресесінде Шаш, Самарқан, Бұхара, кейін Харар, Мысыр, Халеб, Бағдат шаһарларында білім алған. Шығармашылық жолы: Абу Насыр Әл-Фараби түркі ойшылдарының ең атақтысы, ең мәшһүрі, әлемнің екінші ұстазы атанған ғұлама. Оның заманы жібек жолы бойындағы қалалардың, оның ішінде Отырардың экономикасы мен мәдениетінің дамыған кезінде дәл келеді. Абу Насыр Әл-Фараби Орта Азия, Парсы, Ирак, Араб елдері қалаларына жиһанкездік сапарлар жасап кездеседі. Ол жерлерде көптеген ғұламалармен, ойшыл ақындармен, қайраткерлермен танысып сұхбаттасты. Тарихи деректер бойынша 70-ге жуық тіл білген, өздігінен көп оқып, көп ізденген ойшыл. Философия, логика, этика, метафизика, тіл білімі, жаратылыстану, география, математика, медицина, музыка салаларынан 150-ге тарта трактат жазып қалдырды. Шығармаларында көне грек оқымыстыларының, әсіресе Аристотельдің еңбектеріне талдау жасады. Арабтың атақты ғалым географы Ибн Хаукал өзінің кітап Масалик ва Мамалик атты еңбегінде және 13 ғасырларда өмір сүрген Ибн Халикан өзінің Уяф әл-Аян фи әл-Заман атты еңбегінде Абу Насыр Әл-Фарабидің арғы аталарының аттары таза түркі тілінде келтірілген. Болашақ ғалым алғашқы сауатын туған жерінде өз тілімен ашса да, 12-16 жас шамасында керуенге ілесіп, білім іздеп Бағдатқа кетеді. Абу Насыр Әл-Фараби дүниеге келгенге дейін 126 жыл бұрын түркілердің үлкен мәдени орталығы болған Фараб қаласы бейбіт жолмен ислам дінін қабылдаған болатын. Ол кез санасы ашық әрбір мұсылманға ислам діні ғылымымен шұғылдануды парыз еткен. Осы кезден бастап Абу Насыр Әл-Фараби араб тілді ғалым болып есептеле бастады. Ғұламаның ғылыми-философиялық еңбектерін байыптап қайта қарау барысында оның педагогика тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі болғандығын көреміз. Ол шығыс елдерінде тұңғыш сындарлы педагогикалық жүйе жасаған ағартушы оқымысты. Жас ұрпақтың сана сезімін қалыптастыру үшін 3 нәрсенің ерекшелігін жүйелеп, дәйектеп алу шарт. Баланың ішкі ынта ықыласы құмарлығы, ұстаздың шеберлігі ар тазалығы, сабақ процесінің алатын орны. Ғалым дене тәрбиесі мен адамгершілік тәрбиесінің ұқсастығына, оның бір-біріне тигізетін әсеріне ерекше мән берді. Абу Насыр Әл-Фараби өзінің риторика, поэзия өнері туралы, бақытқа жол сілтеу туралы трактаттарында этикалық, эстетикалық мәселелеріне көңіл бөліп, көркемдік, сұлулық, бақыт, мейірбандық, білім категорияларын бетін ашып, солардың негізін дәлелдеп берді. Этиканы ол ең алдымен жақсылық пен жамандықты ажыратуға мүмкіндік беретін ғылым деп қарады. Сондықтан оның этика жөніндегі тұжырымдамаларында жақсылық, мейірбандық категориясы басты орын алады. Ғұламаның этикалық ойларын терең гуманизмнің лебі еседі. Ол адам баласы жаратылыстың бүкіл жан иесі атаулының биік шоқтығы, сондықтан да
оны құрметтеу, қастерлеу керек деп түсінеді. Фараби жасаған қорытындының басты түйіні білім, мейірбандық, сұлулық үшеуінің бірлігінде Фарабидің гуманистік идеялары әлемге кең тарады. Ол ақыл, ой мен білімнің биік мәнінде дәріптеді. Фараби көркемдік сұлулық хақында былай дейді: ол өмір шындығының өзіне тән қасиеті, болмыстың нақты құбылыстардың әлеуметтік өмірдің көкейдегі елесі. Көркемдік тән мен жан қасиеттерінің сұлулығын көрсететін белгі деп санайды. Медицинаға қосқан үлесі. Орта ғасырдағы медицина мен философияның дамуына медицина каноны атты және басқа да еңбектермен сүбелі үлес қосты. Ғылыми бағыттардың жіктелуіне арналған 5-ші трактатында адам тіршілігіндегі мидың маңызы туралы баяндай келіп, мида жүйке орталықтары мен сезімтал және қозғалтқыш жүйкелері болатындығы туралы пиар айтады. Абу Насыр әл-Фараби Аристотельден кейінгі ойшыл, кемеңгер философ. Ертеде және орта ғасырда философиялық және медицина білім бірімен бірі тығыз байланыста болған. Әл-Фарабидің медицина ғылымдарының теориялық мәселелерін терең білгендігі оның еңбектерінен белгілі. Әл-Фараби өмір сүрген заманда жаратылыстану ғылымының дамыған саласының медицина болды. Оны сол кезде емдеу шеберлігі ғылымы деп атады. Ол медицинаның міндеті тек адам ауруларының себептерін анықтап қоймай, адамның денсаулығын сақтау жолдарын, ауруды жою жағында зерттейді деп көрсеткен. Әл-Фарабидің медицинаға ерекше көңіл бөліп, адам ағзасының кейбір тұстарын зерттегенінен мысал келтірейік. Қайырымды қала еңбегінде жүрек туралы өте құнды пікірлер айтқан. Мысалы, жүрек табиғи жылылықтың көзі, басқа мүшелерге жылылық нақ осыдан тарайды. Олар жүректен нәр алады. Жүрек басты мүше. Мұны тәннің ешқандай мүшесі билемейді және тағы басқа. Шынында да жүрек жұмысы өздігінен жүзеге асады. Жүректің соғуын ешкім тоқтата алмайды. Әл-Фараби тек өз пікірлерін айтып қана қоймай, олардың ұлысы Аристотель, Галеннің зерттеулеріне өз көзқарасын білдірген. Әл-Фараби артына ірілі ұсақты 150-ге жуық ғылыми еңбек қалдырған данышпан. Жаратылыстануға қатысты адам ағзасындағы мүшелер, жануарлар ағзасындағы мүшелердің құрылысы мен қызметі және тағы басқа еңбектерін жазып қалдырған. Абу Насыр әл-Фараби өркениет философы деректі фильмін назарларыңызға ұсынамын. Әл-Фараби өркениет философы деректі фильмін ұсынады. Қазақстан Республикасының рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы аясында Әбу Насыр әл-Фарабидің туғанына 1150 жылдығына арналады. Әбу Насыр Мұхаммед ибн Узлах ибн Тархан әл-Фараби ат-Түркі ұлы ғалым, энциклопедист. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған әл-Фарабидің толық аты жөні осылай болып келеді. Әл-Фараби 870 жылы Жібек жолының маңызды орталықтарының бірі болған Отырар қаласының маңында дүниеге келген. Ол бала кезінен сол дәуірдегі өркениет пен мәдениеттің ірі орталықтары саналған Бұхара, Самарқан, Мерв, Бағдат, Харран, Рей, Кайр, Алеппо, Шам қалаларында болып, білімін үнемі жетілдіріп отырған. Әл-Фарабидің ғылыми қызметі орта ғасырлық араб-мұсылман мәдениетінің гүлдену дәуіріне, яғни біздің дәуіріміздегі 10-шы ғасырдағы мұсылман ренессансына сәйкес келеді. Қазіргі уақытта Әл-Фараби ойларының өзектілігі қайтадан арта түсуде. Оның көзқарасында саясат, дін және бақыттың өзара терең қатынасы көрсетілген. Бүгінде әлем ислам және батыс өркениетінің текетіресу қауіп алдында тұрғанда, ислам мәдениетімен астасатын
экстремистік және лаңкестік көңіл-күй үдеп келе жатқан кезде, ұлы философтың мұрасы адамзаттың түрлі көзқарасын шешуге көмек бере алады. Arapça felsefe vokabülerinin kemale ermiş olduğunu, yetkinleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Әл-Фарабидің гуманистік дүниетанымы ғылым, дін, әлеуметтану, логика, этика және эстетика мәселелерін қамтитын үйлесімді жүйеге құрылған. Қайырымды қоғам тұжырымдамасының ортасында адам мәселесі, оның интеллектуалды адамгершілік жетілуі, жеке және қоғамдық бақытқа тырысу, жарқын болашақты іздеу орналасқан. Өзінің әлеуметтік саяси дүниетанымын Әл-Фараби қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы туралы трактат атты еңбегінде жүйелеп біріктірген. Айбунас Әл-Фараби өзінде қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары дегенде, жаңа қайырымды қала, надан қала деп. Яғни ол кезде қала деген сөз, қала мемлекет. Сол қаланың тұрғындары қай кезде бақытты болады? Сол қаланың әкімдеріне байланысты. Егер ол әкім білімді болса, әділ болса, таза болса, ол қаланың адамдары бәрі бақытты. Егер де ол қаланың әкім басқарушы адам надан болса, өтірік айтатын болса, тағы басқа жағымсыз қылықтар болса, ол қаланың адамдары бақытты. Сондықтан шын бақытқа жету үшін адам үнемі іздену керек, оның мінез құлқының жақсы болуы. Әл-Фараби қаланы ортақ мақсатқа жету үшін әр бөлігі өз қызметін мүлтіксіз орындап, бірге үйлесімді жұмыс жасайтын адам ағзасына теңейді. Адамдар әлеуметтік және саяси жаратылыс ретінде бақыт пен кемелдікке қол жеткізу үшін бір-біріне көмектесуі, ынтымақтасуы керек. Әл-Фараби мемлекет көшбасшысының тұлғасына көп көңіл бөледі. Көшбасшылар адамдарды игілікке жеткізу үшін туады және тәрбиеленеді. Өз дәуірінің әлеуметтік шындығын терең зерттей білген ойшыл бола тұра, Әл-Фараби мемлекеттер арасындағы соғыс жағдайын жасанды деп санайды. Мемлекет қайраткерлерінің және оларды басқарушылардың кінәраттарын қатты сынайды. Ол тарапынан келтірілген адамгершілік сипаттамалар мемлекеттік қайраткерлер үшін қажетті. Ақиқатқа деген сүйіспеншілік, мінездегі тектілік пен ұлылық қазірде өзінің мән мағынасын жойған жоқ. Әл-Фарабидің ілімдерінде бейнеленген мінсіз қоғамның бар болу мүмкін бе? Белгісіз. Мүмкін мұны тек болашақ зерттеулер ғана анықтай алар. Алайда жаһандық сын тегеурін жағдайында заманауи қоғамның кемелдікке деген талпынысын жоғалтып алмауы өте маңызды. Біріккен ұлттар ұйымының барлық жүйесі, әсіресе тұрақты даму мақсаттары аясында жаһандық мәселелердің шешімін табу үшін жұмыс атқарып жатыр. Біз әлемді бұдан да сенімді әрі қауіпсіз ете алатынымызға шын сенемін. Біз қақтығыстарды реттеп, өшпенділікті жеңіп және ортақ құндылықтарды сақтай аламыз. Мұны біз тек бірлесіп қана шеше аламыз. Мен барлық көшбасшыларды жаңа жылда өз шешімдерін мәлімдеуге шақырамын. Алшақтықтарды азайту, келіспеушіліктерді еңсеру, сенімді қайта қалпына келтіріп, адамдарды ортақ мақсат төңірегінде жинау. Жол көрсетер жұлдызымыз бірлік. Біріккен ұлттар ұйымының жаһандық азаматтық философиясы ұлы ойшылдың қайырымды қоғам идеясымен үндес. Әл-Фарабидің барша адамзатқа айтқан үндеуін еске түсіре кетсек, тек бірлесіп, бірігіп қана адамдар бақытқа жетеді. Тек қана бір-біріне көмектесетін көптеген адамдар арқылы адам өз табиғаты бойынша белгіленген кемелдікке қол жеткізе алады. Әл-Фараби өркениет философ ретінде бүкіл адамзатты ұлты мен діни ұстанымдарына қарамастан ең жақсы өмір сүруге қол жеткізу үшін күш біріктіріп, жанжал мен соғыстан бас тартуға шақырады. Абу Насыр Аль-Фараби туралы толық мағлұмат алдық деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, олай болса студенттер, сендерге Аль-Фараби мен оның замандасы Мұхаммед Қайдар Дулати жайлы бір аңыз айтып берейін. Мұхаммед Қайдар Дулати бірде Аль-Фарабиге: алдыңда сан тарау жол жатыр, бірі бақытқа, бірі атақтанға, бірі өнер білімге, бірі байлыққа апарады. Қайсысын таңдар едің депті.
Әрине, өнер білімге апарар жолды. Неге? Бақыт та, абырой даңқ та, байлық та тек қана өнер білімде депті. Әл-Фараби бабамыздың аты 1000 жылдан асса да өшкен жоқ. Себебі оның артында қалдырған білімі, үлкен ғылыми мұрасы бар. Сонымен студенттер, адамның байлығы да, бақыты да, атақ даңқы да ол білім. Білім таусылмайтын байлық екенін ұмытпаңдар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.